PlayStation клубы бар адамдардың құлағына алтын сырға. Оған жалпы 7 жыл болған. Сонау 2013 жылдан бері, яғни 7 жылдан бері жаңартылмаған бүгін түнгі сағат 12-де жаңа нәрсе ұсынылды. Ол не деп ойлайсыздар? Сәлем достар, мен Әлібек, бұл Техноказ арнасы. Достар, каналымызда бір аптадан бері видео шыққан жоқ. Неге? Өйткені қазіргі карантин уақытында, яғни коронавирус пандемиясының кесірінен жаңа технологиялар ұсынылып жатқан жоқ. Бүгін түнгі сағат 12-де жаңа нәрсе ұсынылды. Ол не деп ойлайсыздар? PlayStation клубы бар адамдардың құлағына алтын сырға. Сонау 2013 жылдан бері, яғни 7 жылдан бері жаңартылмаған PlayStation консолі бүгін жаңа нұсқада шықты. Яғни Sony PlayStation 5. Артқа оралсақ, сонау 2013 жылдан бері жалпы PS4-тің 110 миллионнан астам дана сатылған екен. Артқа оралғандай, оған жалпы 7 жыл болған. Бірақ ол әзірге дейін 2020 жылға дейін өз сұранысын мүлдем жоғалтқан жоқ. PlayStation 5-тің жұмысына жапондар 2 жыл бұрын 2018 жылдан бері кіріскен еді. Соның арқасында дәл қазіргідей мощный жаңа консоль ойлап табылды. Оның түрі дәл қазір сіз экранда көріп тұрғандарыңыздай. Ал енді сыртын көрсеттік, енді ішіне үңілсек. Арнайы дәл осы PlayStation 5 үшін AMD компаниясы өзінің жаңа 8 ядерлі 16 потокты 7 нанометрлі 3.5 ГГц процессорын, яғни AMD Ryzen 3-ті ұсынған еді. Миға қабылдау мына сандарды сәл қиындау, енді түсініктірек болу үшін PlayStation 4 пен салыстырайық. Жай ғана PlayStation 4-тің процессоры 1.6 ГГц-ті, ал PlayStation 4 Pro 2.1 ГГц-ті, ал жаңа шыққан PlayStation 5 3.5 ГГц-ке шейін күшейіп алды. Енді түсініктірек болды деп ойлаймын. Енді ары қарай кеттік. Видеокартасына келсек, бұл жерде жаңа Custom Radeon Naves орнатылған. Мұның күштілігі 10 терафлопс. Енді ары қарай және түсініктірек қылсақ, жай ғана PS4-те ол 2 терафлопс, PS4 Pro-да ол 4 терафлопс, ал PS5-те 10 терафлопсқа шейін күшейіп алды. Және бір қызық жері, PlayStation 5-те аппаратты деңгейдегі дроссельдік сәуле технологиясы орнатылған. Ол бізге не береді десеңіз, бұл бізге телевизорге немесе басқа да нәрселер жалғаған кезде 8К разрешениеге шейін көтере алу және суреттің бұрынғыдан да әдемірек көрсету үшін қызмет қылады. Бір нәрсе ұмытып кеткен сияқтымыз. Енді сол консольдің PlayStation-ның джойстигіне келсек. Джойстигі бұрыннан да әдемірек болған, яғни келбеті өзгерген, және жаңалықтардан оның зарядный устройствосы, яғни зарядка тығатын жерінде микро-USB болатын. Сол бұрынғы микро-USB болатын, ал енді ол микро-USB Type-C-ға дейін өзгерді. Онан да ыңғайлырақ болды. Егер PlayStation туралы видеомыз сәл жалықтырып кетсе, онда біздің алдыңғы смартфондар жайлы видеомызды тамашалаңыз. Сізге осы сілтеме бойынша кірсе болады. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Осы PlayStation 5 пен бірге ойын шығаратын компаниялар өзінің жаңа ойындарын ұсынған еді. Дәл соны біз қазір экранға шығаратын боламыз. Барлық түсіндірмелерін айттық, енді комплектациясына келсек. PlayStation 5 2 комплектацияда шығады. Олар біреуі дисководпен болса, біреуі дисководсыз. Яғни дисководы бар PlayStation 5-те сіз әрі онлайн арқылы ойындар жүктесе болады. Дисководқа дискіні салу арқылы жүктесеңіз болады. Және тек қана онлайн жүктеуге болатын түрі де бар. PlayStation 5 ұсынылды, бірақ ол жайлы сатылымға қашан шығады және оның бағасы қандай болады, ешқандай мәлімет жоқ. Сәл күте тұру керек болады. Қорыта келе, сонау 2013 жылдан бері жаңартылмаған консоль осы жылы жаңа нұсқада шықты. Менің ойымша ол 7 жылдық жинаған абыройын әрі қарай төкпейді. Яғни оның дәрежесі одан әрі өсіп, және де халықтың көңілінен орын табады деген ойдамын. Сіздермен болған Техноказ арнасы. Каналымызға тіркеліп, осы видеоның астына лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше қош сау.